Hi everyone, this lesson is about article. I'm going to show you how to form and when to use article. Let's learn it. Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ағылшын тіліндегі басты тақырыптардың бірі болып саналатын артикльдер жайында. Яғни ағылшын тілінде артикльдер екіге бөлінеді. An және the артикльдері. Definite article and indefinite article. Бұл дегеніміз белгілілік артиклі және де белгісіздік артикльдері болып екіге бөлінеді. Ал енді ең алдымен an белгісіздік артикліне тоқталатын болсақ, бұл артикль өзінен кейін тұрған заттың көп заттың бірі екендігін білдіреді. Ол зат, яғни көп заттардың ішіндегі кез келген біреу болуы мүмкін, бізге нақты қай зат екені белгісіз. Сондықтан да ол бір деген мағынада қолданылады. Мысалы үшін, I am a student. Мен студентпін, яғни мен көп студенттің бірімін. Нақты қай студент екенім, кім екенім белгісіз. Тағы да бір мысал, she is a girl. Ол қыз бала. Оның қандай қыз екені, кім екені бізге белгісіз, жай ғана қыз. Ал енді осы мен n артиклінің өзіндік айырмашылықтары, артиклінен кейін келетін зат есім міндетті түрде дауыссыз дыбыстан басталу керек. Мысалы үшін, a book, a cat, a hat, яғни book дегендегі б дауыссыз дыбыс беріп тұр. Сол үшін де біз артиклін қолданамыз. Ал n артиклінен кейінгі келетін зат есім дауысты дыбыстан басталу керек. Мысалы, an apple, an eagle, an ice cream. Яғни apple дегендегі а дауысты дыбыс беріп тұр. Сондықтан да біз бұл жерде n артиклін қолданамыз. Ал енді белгісіздік артиклі, яғни n артиклдері тек жеке түрдегі зат есімдердің алдына қойылады. Көпше түрде біз мүлдем бұл артиклдерді қолданбаймыз. Мысалы үшін, she is a student. Ол студент, яғни ол бір ғана студент. Ал they are a students деп айта алмаймыз. Жай ғана they are students. Бұл жерде көпше түрде артиклін қолданбаймыз. Сондай-ақ n артиклдері уақыт үстеулерін айтқан кезде қолданылады. Ал енді белгілілік артиклі the артикліне тоқталайық. Бұл артикль нақты нәрселерді айтқан кезде қолданылады. Яғни ол зат бізге нақты белгілі болып тұрған зат болу керек. Мысалы үшін, the door, the ceiling, the floor, есік, терезе, қай есік екені, қай терезе екені бізге көрініп тұру керек. Белгілі болып тұру керек. Мысалы үшін, please open the door. Өтінем, есікті ашы. Яғни қай есікті ашу керек екенін ол нақты нұсқап айтып тұр. Енді тағы бір жағдайда ол өмірде жалғыз ғана заттарды айтқан кезде қолданылады. Мысалы үшін, the sun, the moon, күн, ай, жалғыз бізге белгілі. Олар бір-ақ зат. Сол кезде қолданыламыз. Ал енді үшінші жағдайда қаладағы баратын жерлердің алдында қолданылады. The cinema, the theater. Мысалы үшін, I go to the cinema with my friends. Мен кинотеатрға достарыммен бірге барамын. Яғни қай кинотеатрға баратыным белгілі болып тұр. Ал төртінші жағдайда тек қана күшейтпелі шырайлардың алдында қолданылады. Мысалы үшін, she is the most beautiful girl in our class. Ол біздің сыныбымыздағы ең әдемі қыз. Яғни біздің сыныбымыздағы ең әдемі қыздың кім екені бізге белгілі болып тұр. Енді достар, осы кейбір жағдайларда артикль қолданылмайтын кездерде болады. Мысалы үшін, біз бір затты жалпылама түрде айтып отырған кезде біз мүлдем артикль қолданбаймыз. Мысалы, I love flowers. Мен гүлдерді ұнатамын. Нақты маған жалпы гүлдер ұнайды. Мен нақты қай гүлді ұнататынымды немесе ұнатпайтынымды айтып тұрған жоқпын. Яғни белгілі де болып тұрған жоқ, белгісіз де болып тұрған жоқ. Сол үшін жалпы заттарды айтқан кезде біз артикль қолданбаймыз. Ал енді қараңыздар. I love the flowers in your garden.
мен сенің бақшаңдағы гүлдерді ұнатамын. Бұл жерде біз the flowers деп тұрмыз. Өйткені маған қандай гүлдердің ұнайтыны бұл жерде белгілі болып тұр. In your garden. Маған сенің бақшаңдағы гүлдер ұнайды деп мен нақты қай гүлдердің ұнайтынын айтып тұрмын, иә? Осы жағдайларда артикль қолданамыз. Енді қараңыздар. Home, work, school, breakfast, lunch, dinner. Осы 6 сөздің алдында біз мүлдем артикль қолданбаймыз. Яғни, I am at home деп айтпаймыз, жай ғана I am at home. Артикль қолданбаймыз. He has a breakfast деп айтпаймыз, he has breakfast. Жай ғана breakfast.